Адамның жаралу қиссасы. Ұлы Алла ешқашан ештеңеден жаралмаған әуелден бар. Әлемнің іші де, тысы да бәрібір өзі. Әлемнен бөлек те емес, бірге де емес. Құпия қазына. Тәңірі тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасымен шарапатын 18 мың ғаламға тарату үшін адамды жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау-тас, орман, ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласты. Мен биікпін, менен жарат деді тау. Мен әзизбін, менен жарат деді алтын. Мен тасқынмын, менен жарат деді су. Мен дүлеймін, менен жарат деді жел. Мен күштімін, менен жарат деді от. Мен асқақпын, менен жарат деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат деді тас. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып, мен мақұлық атаулының табанның астында жатамын. Ұлық Алла адамды мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл күл қоқысты маған көмет. Лас су маған төгілет. Мен бұл құрметке лайық емеспін деп ойлады. Сонда ұлық Алла: әй тау, сенде бір мін бар. Тәкаппарсың, кішіреюді білмейсің. Алтын, сенде бір мін бар. Баяның жоқ, сыртың жылтырақ, ішің қалтырақ. Су, сенің де бір мінің бар. Тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сенің мінің қатыгезсің. Жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың. Жан жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің мақтаншақсың. Өзіңнен басқаны көз келмейсің. Ағаш, сен әлсізсің, сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің, жақынға жылуың жоқ. Сосын жерге қарап, адам тәнін сенен жаратамын. Сен кішіпейілсің, менің ең жақсы көретін мінезім осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді болады. Мінезің ауыр сабырлы, қойның толған береке, алтын, күміс, ас ауқат түгел дерлік сенен өніп шығады. Күллі мақұлық нәжісін саған төксе де, сен одан хош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығыңды міндетсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып, өлген соң саған оралады. Адам ұрпағы неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдымда қадірлі болады деді. Осы кезде қара жер Алладан дат сұрайды. Я жаратушы ем, адамды менен жаратуға қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шірітіп, тәндерін топыраққа айналдырам. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды. Олар өмірден өткен кезде менің қойныма таудай күнәлар арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім көтереді? Жасаған қиянаттары мен зорлық-зомбылықтары менің де арқама батар деді. Ұлық Алла: жер қайғырма, мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып саған салмақ салмайтындай құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран түсірем. Марқұм болғандардың ұрпағы әруақты еске алып, оларға Құран оқып, артынан дұға ететін болса, олардың күнәлары жойылады. Сонда саған да артық жүк түспейді. Мұсылмандар аруақтарды ұмытып,
оларға Құран оқуды тоқтатпайынша осылай жалғаса береді деді. Қара жер сонда ғана барып тыныш тапты. Қазақтардың әлі күнге дейін әр аптаның жұмасында 7 шелпек пісіріп, әруақтарға Құран оқытатын салт дәстүрі осыдан қалыпты. Анығын бір Алла біледі. Ескілерден естіп, сіздерге жеткізушілерміз.